Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін бізде өзін-өзі тану сабағы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тәрбиеден өзін-өзі тәрбиелеуге. Сабақтың мақсаты дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу арқылы студенттерді өзін-өзі тәрбиелеуге баулу. Міндеттері студенттерді қоғамға риясыз қызмет жасауға баулу. Жауапкершілік қасиеттерін дамыту және жауапкершілікке тәрбиелеу. Өзін-өзі тану пәнінің ережесіне келетін болсақ, бүгінгі ережесі 5Т ережесі. 5Т дегеніміз, яғни Т әрпінен келетін 5 сөзді айтуға болады бүгінгі тақырыпқа байланыстырып. Яғни менің ойымша, Т тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Бұл сөздердің барлығының мағынасы жақсы. Осы сөздердің барлығы адамның бойынан табылса, біз яғни жақсы жағымыздан келешекте жақсы боламыз деген ойдамын. Ал енді үйге берген тапсырмаға келетін болсақ, бізге сіздерге мен номер 10-шы сабақтың 2-ші тапсырмасын орындауға берген едім. Ол жерде мәтінді оқу керек еді. Сол мәтіннің сіздер үшін мәтіндегі тірек сөздерді теріп жазу керек. Жан дүниенің байлығы мен тазалығы, сүйіспеншілік пен өмір сүрудің мәнін ашатын дайын жауап бар ма? Осы сұраққа жауап беретін сөздерді біз теріп жазу керек еді. Келесі сабақ, номер 11-ші сабақ, жүрегім соғып тұрғанда мәтінін оқып келу. Яғни бұл жерде жүрегім соғып тұрғанда деген мәтінде әр адамның өз ойы, көзқарасы, өз пікірі болуы тиіс. Әркімнің өз жолы бар, әркімнің өз ұшары көгі бар деген сөзден басталады. Алайда өмір жолын тепе-тегіс жол деп және түсінуге болмайды. Қуанышың да, уайым қайғың да осы жолда. Тастақ жолда табан тілдірудің де мүмкін. Тек қиындыққа мойымағандар ғана көкжасыл жазираға шыға алады дейді. Яғни бұл жүрегім соғып тұрғанда мәтіннің жалпы түйініне келетін болсақ, мен өзім осылай түйіндедім. Ал сұрақтарға біз кері байланыс ретінде жауап берсек болады. Үй тапсырмасын ары қарай қорытындыламыз. Ал енді бүгінгі дәйек сөзімізге келесек, өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақтап. Абай атамыз айтқандай, осы сөзге тоқталып өтсек. Яғни, бұл жерде дәйек сөзге жалпы тоқталып, сөздің мағынасын тоқталып өтсек. Кеңірек тоқталып, сіздер маған жауап ретінде тапсырмаға орындасаңыздар болады. Ал енді келесі тапсырма, бұл жерде мұғалім сыйы. Адамгершілік. Яғни бұл жерде ұстаздың студенттерге сұрағы. Адамгершілік дегеніміз не? Адамдардың махаббаты. Білім деген не? Ол адамдарды білу. Адал кісіні адал еместерден биік қойсаң, адал еместерді адалдыққа тартасың. Адам баласы жанымыздан ағып өтіп бара жатқан өзен суы сияқты. Біздің жанымыздан өтіп кеткен күндіз түні өзінің жүрісін тоқтатпайды. Ғалым кісі табанды әрі тиянақты болмаса болмайды. Өйткені оның өзіне артқан жүгі ауыр және жүрер жолы ұзақ. Оның адамгершілік ол ауыр болмай қалай болсын. Ол өз жолын өлгенде ғана аяқтайды. Бұдан ұзақ жол бар ма? Ақылды кісіні көрсең, соған ұқсауға ұмтыл. Ақылсыз адамды көрсең, өзіңді онымен іштей салыстырып көр де ойлан. Оқымысты кісі деп мінезінде ұялу бар, өзге елге
барғанда өз елінің абыройына қызмет етуге жарайтын, ата-анасына үлкенге құрметпен қарайтын, сөзі шыншыл, әрекеті батыл адамды айтамыз. Ізгі кісі мына ойды есінде тұтады. Қараған кезде анық байқады ма? Естіген кезде дұрыс естіді ме? Өзінің бет әлпеті тартымды ма? Сөзі шын ба? Іске дұрыс көңілмен қарай ма? Күмән туса ақылдасуға дайын ба? Ашуланса соны теріске айналып кетпей ме? Қандай жетістіктерге болса да жеткенде онысы әділетті бола ма? Адамдар үшін адал қызмет ете алдым ба? Мінез құлқым жұртқа жайлы ма? Достарыммен қарым-қатынаста адалмын ба? Маған үйреткенді қайталап айтып, өнеге алып отырмын ба? Деп өзімнен күніне 3 рет сұраймын дейді. Жас адамдар ата-анасын ардақтауға, жасы үлкендерді сыйлауға, өз ісіне ыждағаттылықпен қарауға, халқына махаббатпен қарап адамдарды бір-бірімен жақындастыруға міндетті дейді. Яғни бұл адамгершілік сөзінің ұстаздың айтқан ақыл-нақыл сөздері. Ал енді келесі тапсырмаға келетін болсақ, шығармашылық жұмыс. Екінші тапсырма: мен кіммін? Менің іс-әрекетімдегі немесе мінез құлқымдағы жетілдіруді қажет ететіндер тақырыбында төмендегі қадамдарды басшылыққа алып өзіңізді зерттеңіз. Дәптерге 1 күндік, 1 апталық, 1 айлық жоспарын жасап орындаңыз. Бұл жерде бұл мен кіммін деген сұрақтарға, мысалы үшін, не істеу керек, оған қалайша жетуге болады, іске асырудың жолдары мен құралдарын анықтаңыз, жүзеге асырыңыз, барлығы дұрыс орындалды ма, келесі жолы нені дәлірек істеген жөн деген сұрақтарға жауап беруге. Яғни осыны кері байланыс ретінде дос бағдарламасы арқылы жауап берсеңіздер болады. Келесі бейнероликті тамашалаймыз. Осы бейнероликтің мән кері байланыс ретінде ойларыңызды айтыңыз. Яғни балалар, студенттер, бұл жерде бұл бейнероликте ешқандай реңді қолданбаған. Кәдімгі қара қарандаш арқылы адамның бүкіл өмірінде болатын, отбасымызда болатын, айналамыздағы қоршаған ортада болатын тәрбиеге кішкене болсын тоқталып өткеннен, әрқайсымыз осы бейне көрініс арқылы көрсетілген бейнероликтегі мән мағынасын кім қалай түсінді, қалай ой түйді,
сол ойларыңызды платонус арқылы сіздер жүктеп маған кері байланыссыз қайтарсаңыздар болады. Келесі бізде үйге тапсырма номер 11 сабақ 1 тапсырманы орындау. Келесі сабаққа номер 2 9 тағылым мәтінін оқып келу. Сабақтың қорытындысы тыныс алуға зейін қою, баяу музыка қойылады. Бұл жерде енді сіздерге жалпы түсінікті болса, бүгінгі сабағымыз үйге тапсырманы түсінікті. Бүгінгі сабағымыз қорытындылай келе, бүгінгі жақсы қасиеттерімізді, яғни жақсы күнделікті өмірде қоршаған ортаның, адамдардың жақсы қасиеттерін біз күнделікті оларды біз аңғарып біліп жүруіміз керек. Яғни осы тапсырмалардың барлығын платонус платформасы арқылы жүктеп, мен сіздерге қосымша мағлұмат ретінде мәтіндердің барлығын жүктегенмін. Сол кері байланыс ретінде сіздердің тапсырмаларыңызды күтемін. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.